Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Біздегі бүгінгі тақырып Ыбырай Алтынсарин мен Ахмет Байтұрсынұлына арналады. Олай болса, сабағымызды бастайық. Бірінші тақырыбымыз Ыбырай Алтынсариннің шығармашылығы. Ыбырай Алтынсаринге қатысты «Дүние қалай етсең табылады», «Атымтай», «Жомарт», «Қыпшақ Сейітқұл» секілді қысқа 3 шығарма берілген. Шығармаларды бастамас бұрын Ыбырай Алтынсаринге қатысты өмірбаянына қатысты ақпараттармен танысып алайық. Ыбырай Алтынсарин Қостанай облысының тумасы. Жалпы бұл кісіні барлығынан ең алғашқы деп жаттауымыз керек. Неге? Өйткені қараңыздаршы, бұл ең алғашқы оқулық жазған, ең алғашқы мұғалім, ең алғашқы аудармашы, ең алғашқы балалар әдебиетінің негізін қалаушы, ең алғашқы қыздарға жеке мектеп ашқан педагог болып табылады. Сондықтан да барлығынан да алғашқы деп жаттап аламыз, Ал енді бұл кісі атасы Балғожа бидің қолында тәрбиелену арқылы орыстың түрлі зиялыларымен таныса отырып, солармен жақын араласа отырып, шығармаларын оңай шығара алды. Соның ішінде орыс достары ретінде Ильминский мен Григорьев деген 2 кісіні жаттап алуымыз керек. Осы арқылы мектеп ашуға және оқулық жазуға үлкен қолдау алды. Енді бұл кісі Торғай жерінде алғашқы кезде білім алып, сол жерде алғашқы сауатын ашады. Одан кейін атасы арқылы танысқан орыс достарымен бірге жұмыс жасай отырып, жоғарғы оқу орнын аяқтап келгеннен кейін атасының қасында хатшы болып жұмыс жасайды. Хатшылықтан кейін тілмаш болады. Тілмаш болғаннан кейін Торғай жерінде ең алғашқы мектептің іргетасын қалайды екен. Ал енді мектеп ашылды. Мектепке 14 баланы жинайды. Бұл 14 балаға білім беру үшін бізге оқулық керек. Соның негізінде бұл кісі Қазақ хрестоматиясы деген үлкен еңбекті, үлкен жинақты жарыққа шығарады. Қазақ хрестоматиясында балаларды еңбекке, адамгершілікке, білім ғылымға тәрбиелейтін тақырыптар негізінде жазылған шығармалар пайда болды. Соның ішінде біз бүгін Атымтай, Жомарты, Қыпшақ Сейітқұл мен Дүние қалай етсең табылады секілді әңгімелерді өтетін боламыз. Бұл 3 шығарма ботыда өте көп келеді. Сол себепті міндетті түрде назар аударып оқып алуымыз керек. Одан бөлек жаңа айтқандай Ыбырай Алтынсарин аудармашы, қазақ әдебиетіндегі тұңғыш аудармашы. Бұл кісі Ушинскийдің, Паульсонның, Толстой мен Крыловтың шығармаларын қазақ тіліне аударады. Бұны қалай оңай тез жаттап алуға болады дейтін болсақ, былай жаттайық, Паульсон деген бір қала болды деп жаттайық. Ушинский дегенді ұшу деп жаттап алайық. Крылов дегенді крыла, қанат деп жаттап алайық, Енді Толстой Паульсон деген қалаға крыласы қанатпен ұшып барды. Толстой Паульсонға крыласымен ұшып барды деп осылай жаттаймыз. 4-еуін жаттап алуымыз керек. Бұған қатысты Серік Қирабаев: Ыбырай Алтынсарин қазақ әдебиетіндегі тұңғыш аудармашы. Оның шығармалары көп жағынан еркін, жазушы кейбіреулерінің сюжеті мен тақырыбын алып өзінше жазған дейді. Соның ішінде Алтын шеттеуік, тәкаппаршылық, әдеп Паульсоннан болса, Селенше ханым, мұңсыз адам, данышпан қазы, 3 ұры ол Толстойдан болады, түлкі мен ешкі, сауысқан мен қарға Ушинскийден болса, қайырымды түлкі Крыловтан аударылған екен. Ыбырай Алтынсариннің өзінің төл шығармасындай болып тұратын да сондықтан дейді атақты академик. Олай болса, бізде бірінші Дүние қалай етсең табылады әңгімесін бастайық. Бұл әңгімені француз жұртының білімді адамы баяндайды. 1791 жылы Версаль қаласы. Бір жолаушы әр аптада жұма күні оқудан үйіне анасына қайтады. Сонда жолда қайыр тілеп отырған қайыршы Антон есімді жігітпен танысады. Әр қашанда, әр жұма сайын жаңағы жолаушы Антонның қайыр сұрап отырғандығын байқайды. Сонда бір күні тоқтап Антонға қарап тұрып, қарасаң келістағы жігіт екенсің деп айтады. Сен неге бұлай тіленшілікке салынып кеттің дейді. Мен де сен секілді кедей болдым, жағдайым болған жоқ дейді. Алайда осылай қарап отыра бермей, қоқыстардың арасынан, даладан түрлі керек-ау деген заттарды жинап, шүберектерді жинап, фабрикаларға өткізіп жүрдім дейді. Сонда жинаған ақшама бір арба мен бір есек алдым дейді. Сол арқылы сауда-саттыққа келдім. Солай 7 жылда 10 000 франк ақша тауып, қағаз фабрикасына кірістім дейді. Қазіргі кезде бұл кәсібімді балама бердім. Баламда еңбек етудің мәнін, мағынасын түсінеді дейді. Сен де солай еңбек етуің керек. Тіленшіліктен, қайыршылықтан ештеңе шықпайды деген кеңес айтып кетеді. Арада 25 жыл уақыт өтеді. 1815 жыл Брюссель қаласы. Әлгі жолаушы кітап дүкенінің қасынан өтіп бара жатып, дүкенге кіреді. Дүкенге кірген кезде дүкеннің басшысы жолаушыға қарап тұрып, кешіріңіз, сіз осыдан 25 жыл бұрын әр жұма сайын анаңызға
барып тұрушы ма едіңіз деген сұрақ қояды. Сонда кітап дүкеніне кірген жолаушы сұрақ қойған адамға қарап тұрып, сен әлгі Антонсың ба дейді. Сонда Антон жолаушыға қарап тұрып, иә, кезінде сіз маған ақыл айтып едіңіз, кеңес берген едіңіз, сол ақыл кеңесіңіз арқылы мен қазір осы үлкен кәсіптің басшысы болып отырмын дейді. Сонда қарасаңыздар, Антон сол бір ақылдың арқасында не болды? Үлкен еңбек арқылы кітап дүкенінің иесі болды. Әңгіме осындай қысқа ғана. Бұл жерде енді шығарманы баяндап отыратын француз жұртының белгілі адамы болады, жаттап аламыз. Версаль және Брюссель екі қала айтылады. Антон деген тіленші бар. Антонның өмірінің өзгеруіне жолаушының берген кеңесі әсер етті. Дәл осы сұрақтар келеді екен. Бұл шығарма түсінікті болса, келесі бізде Атымтай Жомарт деген қысқа ғана шығармасы бар, осыған тоқталып өтейік. Елде Атымтай Жомарт деген есепсіз бай кісі болады. Есепсіз бай дегенді жаттап аламыз, өйткені бұл тестте келген. Есепсіз бай. Алайда бұл бай екеніне қарамай, ескі құсқы киімдерін киіп алып, қарапайым халық секілді егін орып, ауылдағы қарапайым жұмыспен айналысады. Сонда ауылдың бір ақсақалы Атымтай Жомартқа келіп, сен өзің есепсіз байсың, неге біз секілді қара жұмысқа салынасың деген сұрақ қойған кезде Атымтай Жомарт қарап тұрып, әдемі ат, асыл киім, асқан дәулет көңілге жел кіргізеді деп айтады. Бірінші себебі қарапайым тілде тәкаппар болып кетпеу керек дегенді айтады, иә. Екіншісі, бар бола тұра жұмыс қылсам, оның несі кемшілік деп айтады. Кемшілік деген кілт сөзбен жаттап алайық. Үшіншісі, өз бейнетіме тапқан нан тамақ болып дариды деп айтады. Нан деп жаттап аламыз. Төртіншісі, өзім ішіп жесем, мал берген иесіне күнәлі болармын деп Құдай туралы айтады, иә. Осылай Атымтай Жомарт еңбек етудің 4 түрлі себебін түсіндіреді екен. Бұл жерде келетін сұрақ 4 себепті реттілігімен жаттап аламыз, өйткені бірінші себебі қандай, екіншісі қандай, төртінші себебі қандай деген секілді сұрақ келеді екен. Және де Атымтай Жомарттың есепсіз бай екендігін жаттаймыз. Келесі, Ыбырай Алтынсариннің Қыпшақ Сейітқұл атты әңгімесі. Бұл әңгіме жаңағы екі шығарма секілді өте қысқа. Шығарманың негізгі идеясы еңбек тақырыбына арналған және де егіншілікке қатысты екен. Шығарманың басы Түркістан маңайын мекен ететін Қыпшақ Сейітқұл деген адам болады. Және бұл Қыпшақ Сейітқұлдың ауылында бұның ауылында 30 үй болады. Бұл осы 30 үйді қайтсем байтам, қалай бұлардың жағдайын жақсартамын деп ойлана келе, Торғай маңайына көшпекші болады. Торғай маңайына көшкен кезде Хиуа мен қоқандықтардан егер қысым көріп жатсам, қасымда қыпшақтар бар ғой деп, сол жаққа сенім артып Торғай жанындағы Қабырға өзенінің маңайына көшіп келеді. Мына жердегі Қабырға өзенін жаттап алуымыз керек. Осы кезде Қыпшақ Сейітқұлдың ағасы болады. Ол ағасы Қабырға өзенінің маңайына көшпейді, өйткені Сейітқұлдың ағасы барымташы болады. Барымташы деген бұл жерде кәсіп ретінде сұралады, жаттап аламыз. Барымташы Қыпшақ Сейітқұлдың ағасы. Барымташы дегеніміз мал ұрлаушы ғой. Сонда ағасы 30 үйдің ішінен 1-2 үйді қасына алып қалып, Түркістан маңайында қалып қалады. Сейітқұл Қабырға өзенінің маңайына келгеннен кейін егін егіп, егінді суару жүйесін ойлап тауып, жалпы ауылды егіншілікке жұмылдырады. Осының арқасында 5-6 жылда 30 үй 400 үйге көбейеді. Осыдан кейін Бұхара мен Қоқан жерлеріне еккен егіндерін шикізат ретінде, сауда-саттық ретінде жіберіп отырады. Осылай Қыпшақ Сейітқұлдың елі байып, үлкен кәсіппен айналысып, егіншілікті дамытады екен. Құрметті Тілеу Сейдалин деген кісі болады. Құрметті Тілеу Сейдалиннің айтуы бойынша 1830 жылы Қыпшақ Сейітқұл дүниеден өтіпті-міс. Ол нақты ма, нақты емес, белгілі емесе өтіпті-міс деп айтады. Ал бұның ағасы, Барымташы ағасы, Қоңырат елінде жүріп, қолға түсіп, қаза тапқан деген деректер бар. Ал енді шығармаға қатысты қандай сұрақ келеді дейтін болсақ, ең біріншісі Қабырға өзені міндетті түрде сұралады. Одан кейін шығарманың ең басты идеясы егіншілікті жаттап алайықшы. Егіншілік екен. Және де мұндағы екінші кәсіп барымташы. Одан кейін Қыпшақ Сейітқұлдың қайтыс болғандығын жеткізген кім деп сұрайтын болса, Тілеу Сейдалин болады. Тілеу Сейдалин, осыны жаттап аламыз.
Жалпы Ыбырай Алтынсарин түсінікті болды деген ойдамын. Олай болса біз екінші шығармамыз, екінші авторымыз Ахмет Байтұрсынұлының шығармашылығымен таныс болайық. Біздің екінші тақырыбымыз Ахмет Байтұрсынұлы және оның бізге беріліп отырған адамдық диқаншысы мен егіннің бастары деген екі өлеңі бар. Екі өлеңі де тестте өте көп келеді. Сол себепті мұқият назар аударамыз. Жалпы Ахмет Байтұрсынұлы кім деген сұраққа жауап беру өте қиын, өйткені бұл кісі жан-жақты қарап тұрсақ, бұл ғалым, ақын, түркітанушы, ағартушы, тіпті қазақ әдебиетінің, халық ауыз әдебиетін зерттеуші, түрлі батырлық жырды зерттеуші, композитор, өзінің сөзіне жазылған түрлі әндер бар. Әсіресе қазақ тілі мен әдебиеті пәнін зерттеген ұлы ғалым. Бұл кісі 1873 жылы 5 қыркүйекте Қостанай облысындағы Жангелді ауданына қарасты Сарытөбек ауылында дүниеге келеді екен. Енді Ахмет Байтұрсынұлының тіл әдебиетті зерттеуіндегі негізгі ойы қалай болды? Бұл бастаманың ең алғашқы бастаушысы Әлихан Бөкейханұлы болды. Әлихан Бөкейханұлы 1921 жылы қазақты сауаттандыру керек деген негізбен ұлт зиялыларына, алаш қайраткерлеріне жеке-жеке пән бөліп береді. Сонда Ахмет Байтұрсынұлына қазақ тілі мен әдебиет пәнін береді. Осының негізінде Ахмет Байтұрсынұлы 1929 жылға дейінгі араб төте жазуларын құрастырады. Қазақ тіліндегі түрлі әріптерді емлесімен бірге шығарады. Ал қазақ әдебиетіне қатысты біздегі көркемдегіш құралдардың барлығын қазақшаға ауыстырады. Қазақтың төл сөзі болу керек деген ниетпен түрлі ережелердің қазақша баламасында шығарады екен. Бұл қазақ тілі мен әдебиетіне сіңірген ең үлкен еңбегі. Одан кейін бізде Ахмет Байтұрсынұлы қазақ газетінің бас редакторы болғанын білуіміз керек. Қазақ газетінің бас редакторы болған кезде бұл кісінің қасында серіктестері ретінде Міржақып Дулатұлы мен Әлихан Бөкейханұлы болған. Бұл екеуі тестте серіктестері кім деп сұралып келеді, сонда жауап беруімізге керек екен. Бұл кісінің басты шығармаларындағы тақырып ол 40 мысал. 40 мысалды орыстың атақты ақыны Крыловтың аударады. Бұл жерде 40 мысалда адам бойындағы кездесетін түрлі қасиеттерді, мінез-құлықты саралайды. Соның ішіндегі Аққу Шортан һәм Шаян шығармасында алауыздық, ауызбіршілік секілді қасиеттерді дәріптейді екен. Енді 40 мысалда біз білуіміз керек ережелер бар. Ол біріншісі 40 мысал 40 түрлі ғибратпен беріледі. 40 түрлі ғибрат, яғни 40 түрлі үлгі деген сөз. Екінші 40 мысал ол қара сөзбен жазылған деген нұсқа келеді, қара сөзбен. Одан кейін 40 мысалдың түйінді ойы соңында беріледі. Соңында беріледі. Осы үш ақпаратты жаттап алуымыз керек. Сонымен қоса бұл жинақ 1909 жылы Петербург қаласында жарыққа шыққан екен. Одан кейін араға 2 жыл салып, 1911 жылы бұл кісі Маса атты еңбекті жарыққа шығарды. Маса еңбегінің ең негізгі идеясы жұртшылыққа оқу білімге шақыру, оларды еңбекке баулу секілді тақырыптарды қозғайды. Енді бізде сіздерді шатастыратын тестте 2 сұрақ бар. Біріншісі, халықты Маса секілді ызыңдап оятуға тырысқан қазақ зиялысы деген сұрақ бар. Екіншісі, қазақтың сана сезімін оятуға тырысқан кім деген сұрақ бар. Егер де тестте Маса секілді ызыңдап деген сөз болса, онда ол Ахмет Байтұрсынұлы болады, ал жай ғана халықтың сана сезімін оятқысы келген болса, онда ол Міржақып Дулатұлының Оян қазақ жинағы болады екен. Ал енді бізде мына ақпараттарды айтып өттік. Байтұрсынұлының серіктестері Міржақып Дулатұлы мен Әлихан Бөкейханұлы болды, қазақ газетінің редакторы болды. Шығармаларын батырлық жырды зерттегендігін айттық, тіл әдебиетке қатысты еңбектерін айтып өттік. Аққу Шортан һәм Шаян шығармасындағы ауызбіршілік, ынтымақтастық секілді қасиеттерді айтып өттік. Одан бөлек Ахмет Байтұрсынұлының ең үлкен еңбегі, ең үлкен жасаған ісі ол Абай Құнанбайұлын зерттеу болып табылады. Абай Құнанбайұлын ашық, алғашқы зерттеп, қазақтың бас ақыны деген атау беріп мақала жазған адамның бірі ол Ахмет Байтұрсынұлы екен. Олай болса, біз Ахмет Байтұрсынұлының егіннің бастары өлеңін бастайық. Олай болса, Ахмет Байтұрсынұлының егіннің бастары өлеңін бастайық. Шығармада бір адам жас баласын қасына алып, егін даласына барғандығы суреттеледі және егін даласында баласы көріп байқаған үлкен бір екі бидайдың
арасын салыстырады, екі бидайды салыстырады. Ол туралы былай деп айтылады: бір адам жас баласын жанына алды, екеуі сайран етіп кетіп қалды, қыдырып әрлі-берлі жүрді дағы, екінші егін еккен жерге барды. Енді егінді аралап жүрген кезде бастарын дәнге толған төмен салып, бидайлар бейнет тағызым етіп тұрды дейді. Бидайлардың бейнет тағызым етіп тұрғандығын айтып тұр, иә. Осы бидайлардың ішінде жалғыз ғана бір бидай көкке қарап бүлініп тұрды дейді. Ал баланың көзі сол бидайға түсіп, әкесіне қарап тұрып: «Әй әке, мұның мәнін түсіндірші, бір іске тұрмын өзім қайран қалып, бұл бидай көтеріп тұрып басын көкке қарайды, шекірейіп өзі көпке» дейді. Сонда бұл бидайдың басқаларына қарағанда дәні көп пе, неге басқалар секілді төмен қарап тұрмайды деп сұрақ қояды. Сонда әкесі қарап тұрып: «Айтайын мұның мәнін балам саған, шырағым түрін көріп таңдаң болған, өзгесі төмен қарап бүгілгенде ойлама кем екен» деп, сонан бәрі деп жауап береді. Сонда мына жерде әкесінің айтып тұрғаны бидайдың төменне жоғары қарап тұрғандығына қарап қызықпау керек екен. Сұқтанба құр сорайған қарасына, Құдайым өзгесіне дән бергенде, бұл бидай дәнсіз қапты арасында дейді. Сонда мына жердегі ең басты ой дән ғой, дәнді жаттап аламыз. Дән шығармадағы символ болады. Біз осы символ арқылы шығарманың мағынасын аша аламыз. Сонда қарасаңыздар, жалғыз бидайдың көкке қарап тұрғаны, оның басында дән жоқ дейді. Ал басқаларының дәні толып тұрғаннан кейін дәнді берген Құдайға рахметін айтып, ризашылығын білдіріп тұр деп осылай салыстырып тұр. Ал енді осыған қарап біз қандай үлгі ғибрат алуымыз керек? Елде көп бұл бидайдай адам дейді, тәкаппар оны халық жаман дейді, қалып емес тәкаппарлық данышпанның, тұтынба бұл мінезді балам дейді. Сонда адам бойында қандай қасиет айтып тұр? Тәкаппарлық, менмендік деген қасиетті айтып тұр. Осы екі қасиетті жаттап аламыз. Кейде тесте тәкаппар деп келеді, кейде менмендік деп келеді екен. Жалпы егіннің бастары өлеңінің басты идеясы тәкаппар болмау деп жаттаймыз. Ал енді екіншісі адамдық диқаншысы деген өлеңі. Бұл шығармасы да жалпы осы егінге қатысты. Енді осы орайда мен алдыңғы тақырыппен байланыстырып бір сұрақтың жауабын айтып өтейін. Ахмет Байтұрсынұлы мен Ыбырай Алтынсариннің егіншілікке қатысты шығармаларын белгіле деп келеді. Ол жаңағы Қыпшақ Сейітқұл және осы адамдық диқаншысы не болмаса егіннің бастары болып келеді. Екеуі осы үш шығарманың ойы егіншілікке қатысты. Ал енді адамдық диқаншысы қырға шықтым дейді. Көлі жоқ, көгалы жоқ, құрға шықтым. Тұқымын адамдықтың шаштым, ектім, көңілін көтеруге құр халықтың дейді. Мына жерде автор Ахметтің өзі диқаншы болып тұр. Диқаншы болып, мен көлі жоқ, көгалы жоқ, қырға шықтым деп адамдардың ойын айтып тұр. Адамның ойын айтады, иә. Енді осы адамның ойына, сана сезіміне не шаштым дейді, егін ектім дейді. Ол егіннің негізгі мәні не шығу керек? Адамдық шығу керек, білім шығу керек дейді. Сондай адамдық пен білімнің егінін еккен кезде оған менің уақытым бос кеткен екен дейді. Халықтың көңілін көтеремін, оларды қатарға қосамын деген кезде бұл еңбегім, бейнетім босқа зая кетті дейді. Өйткені қазақ сол кезде орыстың құлы болды дейді. Құлдарға құлдықтан жоқ артық зейнет деп келтіріп тұр. Оттай бер жануарым, екі аяқты адамды хайуанға қанша қажет дейді. Сонда адамдар сөз түсінбейтін, сана сезімі өшіп қалған хайуанға теңелген дейді. Ал Құдай хайуанды неге жаратты дейді? Жаратқан малды Құдай не керекке? Мінуге, сою, соғу, жүндемекке дейді. Яғни міну үшін, сойып соғу үшін, жалпы бұйрық беру үшін жаратқан ғой малды. Ал адамға оқу үшін, білім алу үшін, жанның тамағын толтыру үшін береді. Солай жаратты. Сонда мына жерде адам осы құл боламын деп малдың деңгейіне түсіп кетті деп айтады. Оларға қанша білім бер, адамдықтың үлгісін көрсет, олар оны мүлдем елеп жатқан жоқ дейді. Жорта бер қамыт киіп қамшыңды жеп, бұйрық жоқ ұрасың деп үндемекке, таяққа еті үйренген қойша жайлап, көк есек қозғалама түрткен айдап деп халықты көк есекке теңеп тұр. Мына жерде ертең тестте адамдық диқаншысы шығармасындағы аллегориялық кейіпкер деп сұрайды. Аллегориялық кейіпкер ол көк есек. Аллегориялық кейіпкер ол көк есек. Жаттап алайық, иә. Есептен алданғандай болғандар көп, жасықта асылма деп білмей қайрап деп, мына жердегі жасық, асыл дегендеріміз
Елдің арасында барлығы бірдей надан болды деп айта алмаймыз. Олардың арасында да, халықтың арасында да түрлі оқыған, көзі ашық, алаштың зиялылары болды. Алайда олардың білімін, жасап жатқан істерін санасы жоқ осындай жаңағы құлдыққа үйренген адамдар жойып тастап отырды дейді. Еңбектерін осылай жойып тастап отырған. Сол себепті мына жерде Байтұрсынұлы адамдарға жаны ашып, олардың сана сезімін ояту үшін осы шығарманы шығарады екен. Шығарманың басты ойы надандықты жою деп жаттап аламыз. Надандықты жою. Ал мына шығармасындағы басты ой тәкаппарлық. Жаңа айтқандай, бұл кісінің шығармалары Крыловтың аударғандықтан, Крыловтың мысалдарына ұқсас болып, адам бойында қасиеттерді дәріптейді дедім ғой. Сонда мына жерде тәкаппарлық болса, мына жердегі надандық қасиетті дәріптеп тұр. Сіздерге шығарма түсінікті болды деген ойдамын. Сабақта соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Келесі сабақтарда кездескенше сау болыңыздар.